Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып 9-шы сабақ. Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы и және қысқа и әріптерінің жазылуы. Балалар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Олай болса, бастайық. Жұмбақ өлеңді тыңда. Балалар, сабақты бастамас бұрын бірнеше жұмбақтарға жауап беріп көрейік. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, киім еді ол нендей. Суретке назар аударыңдаршы, балалар, бұл жұмбақтың жауабы не болуы мүмкін? Әрине, ол көйлек. Көйлек деген сөзде бізде и дыбысы кездеседі, және бұл жерде дауыссыз и, себебі ол дауысты дыбыстан кейін тұр екен. Әрі қарай жалғастырайық. Осы жерде балалар, жиегін деген сөзде и дыбысы дауысты, желкендей деген сөзде и дыбысы дауыссыз, киім деген сөзде дауысты, және нендей дегенде дауыссыз дыбыс болып тұр. Көйлек дегенде жаңа айтып кеткенімізде и дыбысы дауыссыз. Яғни балалар, бір жұмбақтың өзінде и дыбысы бірде дауысты, бірде дауыссыз болып келеді екен. Олай болса, Айжанның әшекей бұйымдар салынатын қобдишасынан и әрпінен басталатын сөздер түсіп қалыпты. Сол сөздерді табуға көмектесейік. Бірінші бізде ит, ине, иіс, иық деген сөздерді қоюға болады. Немесе илеу, иттер. Иссу және соңғысына инелік, одан кейін итбалық, итмұрын деген сөздерді қоя аламыз. Яғни бұл тапсырмада біз Айжанның қобдишасынан и әрпі бар түсіп қалған сөздерді тауып көмектестік. 37-ші жаттығу, и қысқа и әріптері бар сөздерді қатыстырып, жағдаяттан шығып көр. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Ол менің аяқ киімім жоғалды. Ол өте қымбат тұрады. Оны әке-шешем туған күніме сыйлаған болатын. Табуға көмектесіңдерші деген мазмұнда хабарландыру жазыпты. Осы хабарландыру арқылы ол аяқ киімін таба ала ма? Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Әрине, балалар, бұл жерде Димаш аяқ киімін табуы өте қиын болады, себебі ол аяқ киімін сипаттап жазудың орнына оның өзіне қымбат екен, оны кімнің сыйлаған екенін жазып қойған. Ал біз оған қалай жазу керек екенін көрсетіп көмектесейік. Мысалы, егерде сенің қандай да бір затың жоғалған болса, осындай хабарландыру жазылған болады. Көк ала түсті, 32 өлшемді аяқ киім жоғалды. Соңғы рет 203-ші оқу бөлмесінде болған. Көрген оқушылар болса, маған хабарласуыңды сұраймын. Азамат 2-ші Б сынып оқушысы деп астына номеріңді жазып қоясың. Бұндай хабарландырудан кейін сенің аяқ киімің бірден табылуы мүмкін. Мына жерде қалай хабарландыру жазу керек екен үлгісі берілген. Сен осы үлгіге қарап отырып, өзіңнің жоғалған бір затыңды туралы жазып таратсаң болады, немесе осы тапсырманы үлгіге қарап отырып жазып ал. Енді 35-ші жаттығу, бұл 21-ші бетте орналасқан жаңылтпашты жаттыққа жаз. И қысқа и әріптері бар сөздердің астын сыз дейді. Бейсенде бар сеңсең тон, сейсенде бар сеңсең тон, кигендері өңшең тон. Ескен Елубайдың жазған жаңылтпаш екен. Бұл жерде бізде бейсенде, сейсенде, кигендері деген сөздерде и дыбысы бар. Бұл жаңылтпашты көшіріп жазып, осы сөздердің астын сызып қой. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.